Ассаляму алейкум, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен карамельді алма қосылған пирог дайындаймыз. Қызық болып жатса, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жылы сүтімізге қант, ашытқы, жұмсарған майымызды, және 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Содан соң елеуіштен ұн қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Ал енді карамель дайындайтын боламыз. Ол үшін түбі қалың табаға немесе кастрюльге 1 келкі қантымызды сеуіп, орташа отта ерітіп аламыз. Содан соң сары май қосып ерігенше араластырамыз. Ал енді тез арада карамеліміз қатып қалмай тұрғанда ыстық күйінде формаға құйып аламыз. Үстіне видеодағыдай алдымен алманың үлкендеу бөліктерін, содан соң ұсақ кубикпен туралған бөліктерін қойып шығамыз. Ең соңында үстіне қамырымызды 1 келкі жайып, бетін жауып тағы 30 минутқа қамыры көтерілгенше қойып қоямыз. 30 минут өткесін пирогты алдын ала қызып тұрған пешке қызарғанша қоямыз. Форманы аударып, пирогты шығарып аламыз. Неке осындай әп-әдемі, жұп-жұмсақ, дәмі ауызда еритін пирогымыз дайын болды. Видеода көріп отырғандарыңыздай қамыры үлпілдек, алмалары карамельденіп шығады. Дәмі деген өте керемет. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеомыз ұнап жатса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуге ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.